қолданысқа енді. Ал қазіргі ата заңымыз 1995 жылғы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Оның құрылымы кіріспеден 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Конституцияға 1998 бен 2007 жылдары елеулі өзгерістер енгізілді. Бірінші бөлім жалпы ережелерден тұрады. Екінші бөлімде ең негізгі құндылық саналатын адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары туралы айтылған. Үшінші бөлімде президенттің міндеттері, төртіншіде парламенттің құқықтары мен міндеті жазылған. Бесінші бөлімде үкіметтің, жетінші бөлімде сот жүйесінің қызметі жайында айтылады. 8-ші бөлім жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару. 9-ші бөлім қорытынды және өтпелі ережелерге арналған. Конституцияға сәйкес мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы және сот билігі болып 3 тармаққа бөлінді. Заң шығарушы билікті жүзеге асыратын ең жоғары өкілетті орган қос палаталы парламент. Жоғары атқарушы органы үкімет болып табылады.